Сонша неге қатты өзіңе қарай мені тарттың Арадағы сезім пайда болып қайта үзілгенде Қайтып боламайсың сол сәтті Қайтып боламайсың сол жерге Айтшы маған кімге керек сонша қиналғаным Қайтып боламайсың сол жерге Айтшы маған кімге керек сонша Максқа не болған? Білмеймін, бізді ғашықтар деп ойлап қалды ау деймін. Я сені мен қатты қызғанып жүр. Жоға, олай емес. Олай қызғанатындай арамызда ештеңке болған жоқ қой. Негізі әр адам қателеседі ғой. Мүмкін бір мүмкіндік беріп көр. Білмеймін. Қайтесің оны, өзіңді ойла. Ертең қайтсем де жақсы саған көмектесем. Жоқ, денсаулығыңды ойла. Денсаулығымды ойлайтын несі бар? Өзімді жақсы сезініп тұрмын. Жоға, емделгенше қоя тұр. Біз амалдарымыз не дегенмен алтын төгіліп жатқан жоқ қой. Жарайды, онда мен тұрайын, кеш болып кетті. Тез сауығып кет. Жақсы, абайлап жүр. Қыздар, жігіттер, тез сапқа тұрайық, директор ағай келіп жатыр. Тез. Саламатсыз ағай. Саламатсыңдар. Балықтарын түгелсіңдер ғой, ә? Вроде солай. Салтанат пен Сезім қайда? Айтпақшы, Ерболға балықтарын кіріп шықтыңдар ма? Яға кіріп шықтық қой. Жағдай қалай екен? Жағдай біршама жақсарып қалыпты ағай. Жақсы болса бопты, ендеше ертең мен өзім де кіріп шықпақшымын. Ағай, бүгін бармақшымын болмағанда ол шығады ғой. Қатарға тұруға рұқсат па? Қайда жүрсің? Кешіріңіз, ұйықта қалыппын. Больницада ма? Солай. Жарайды, орныңа тұра ғой. Сезім, больницада ұйықтап қалдың ба? Нең бар? Саған сөйлеген жоқ. Тынышталайық, балалар. Менің айтайын дегенім, ертең жарыс басталады. Жарысқа жаңадан бапкер келеді. Ағай, жаңадан бапкермен дайындалатын болдық па енді? Әрине, сол бапкер арқылы сендер бір үлкен жеңіске жетуге мүмкіндік бар. Және тағы бір айтайын дегенім, бұл жарысқа бізден үлкен қомақты сома тігіліп тұр. Бұл әрине менен бір кішігірім тосынсый болсын. Ал ендеше ертеңге сәттілік, капитандар, менің кабинетіме. Ағай, киімімізді ауыстырып қойсақ бола ма? Жарайды, тез киімді ауыстырамыз да маған қарай келеміз. Тез етіңдер. Топты өрнеш, топ берші. Сендер осы жарыс деп жүріп достықты ұмытып бара жатқан жоқсыңдар ма? Жоқ ағай, неге олай дедіңіз? Естеріңде болсын. Жеңіске жетемін деп достықты ұмытуға болмайды. Бұл өмірдегі ең үлкен жеңіс ол адамның адам қалпында қалып өмір сүруі. Ой ағай, бізде барлығы дұрыс, олай қатты ойнамаңыз. Осы сендердің араларынан Ерболға қастандық жасалған жоқ па? Ата-анасы қатты уайымдап жатыр. Ағай, біздің арамызда Ерболға ешкім тиіспейді ғой? Барлығы мүмкін ағай. Ақиқатын білмейміз ғой, но олай да болуы мүмкін. Жоқ ағай, біз тек жарысқа дайындалып жүрміз ғой? Иә. Қайдам. Жарайды, бара беріңдер. Сау болыңыз ағай. Сау болыңыз. Жігіттер, ойынға нормальный сома тігіліп отыр. Ұту керек. Негізі Макс бәріміз бір составта бола соғуымыз керек еді. Иә, Макс жақсы ойнайды ғой. Жеңе аламыз ба өзі? Енді не дегенмен төртеуміз ғой. Бірдеңесін қылып ұту керек. Қалай жегеміз? Менде бір идея бар. Қандай? Командаға армандамыз да? Жоқ ой, арман емес. Жігіттер үшін былай ғой. Макс бізді керек етпеді ма? Оны жарақаттау керек. Не дейсің? Жігіттер,
Макс біз жексұрын қылып керек еткен жоқ. Ол да бізге керек емес. Сонымен В общем, ақшаны ұтамыз. Қолымызбен істегенде мойнымызбен көтереміз. Ақшаның барлығын Ерболдың еміне жұмсаймыз. Я енді Ерболдың еміне болса келсем. Мен де. Жігіттер, бірақ Максқа айтпаңдар. Келістік. Жұмыр. Қыздар, оларды қалай жеңеміз? Ербол да ойнай алмайды. Жеңу міндетті ма? Онсыз да жақсы өмір сүріп жатырмыз ғой. Я, дұрыс айтады. Қатты уайымдай бермеңдер. Онда бүгін тренировка жасаймыз ба? Жоқ, бүгін демалыңдар. Мен залға барып, кішігірім стратегия құрып қайтамын. Жарайды онда. Уайымда ұмытыңдар. Пока. Қыздар, мен мұқият тыңдаңдаршы. Кстати, Балжан қайда? Ода проблемалар болып қалды. Өзіңе жеке айтып берейін, я? Хорошо. Қыздар, сосын ертеңгі ойында ешқандай расслабление ұстамау керек. Эмоция мен миды қатар жұмыс ету керек. Маған бұл ойында жеңілуге болмайды, қыздар. Негізі біздің де жеңілгіміз келмейді. Мен ойнамай қойсам, одан да сендерге поддержка беріп тұрсам қалай болады? Қызықсың, кәр. Жарайды, қоя бер. Бізге де айқайлап поддержка беретін адам керек қой. Сосын ше, жеңілмеу үшін команда жұмыс істеуіміз керек. Как машина сияқты. Әрқайсысы маңызды рөл атқарасыңдар, қыздар. Сонда ертең 4 адамнан ойнайын деп тұрып қой, а? Иә, солай болса керек. Жарайды онда, қыздар, бүгіндікке ойналды, жаттығу аяқталды. Үйлеріңе барып ертерек демалыңдар. 30 біздікі болу керек. Болды, сіз айтсаңыз болды ғой, лидер? Сезімнің командасын ұтатын шығармыз, бірақ ұлдар жағы... Сен уже ұтылып қалдың ғой. Қарсыласта ешқашан менсінбеуге болмайды. Сосын, қыздар, жарыс бітем деген ше, досқа да дұшпанға да сыр шертпеңдер ше. Ладно, хорошо. Түсінсеңдер сол онда. Жарайды, қыздар, көріскенше. Ладно, пока. Пока. Жігіттер, жайма сендердікі? Неге сонша көп тамаққа заказ бергенсіңдер? Ертең жүгіре алмай қаласыңдар ғой? Ой, Мадина, ойымдамаш. Ертең по-любому жеңіс біздік болады. сосын 30-тың ақшасы бізге берілсін. Ойбай, неге сендерге беріледі екен? Қалай ойлайсың? Бөлсеміз, конечно. Бөліспейміз. 30-тың ақшасын барлығын жинап, Ерболға береміз. Мейлі онда, жарайды. Біз дайындағанбыз ба? Я, кешке залға барып дайындалайық. Иә. Лидер, ертеңге не план, не стратегия өзі? Менде как раз күшті жоспар бар. Кешке ақылдасамыз ғой. Кешке емес, қазір дайындалайық. О, Бақа, өміріңде алғаш рет ден дұрыс әңгіме айтқаның болды. Шынымен қазір дайындалайық, а то ертең шаршап қаламыз. Мейлі қалауларың өсін, маған разница жоқ. Болды, Мадина. Счетты жап біз тұрайық. Ойбай, қыз болып алып мен төлемейтін шығармын енді. Енді дұрыс қой, сен лидерсің ғой. Счеттың барлығын сен жабуың керек. Лидер екенім осындай кезде ғана естеріңе түседі, ә? Макс, Ерболдар қызым, енді өзін рахаттанып жаттығу жасап жүрсің ба? Не айтып тұрсың? Мені дым білмейді деп ойламашы. Не айтқың келіп тұр? Канарды жұмсап, Ерболдар ұрғызғанды жақсы білем. Қандай дәлелің бар? Мен Канар келгенде сонда болдым. Барлық әңгімені сырттай естіп тұрдым. Ешкім білмей қалады деп ойладым ба? Мен Еркек болып жігіт болсын, білет болсын мойындап көрші. Мен оларды ұрдап жүрген жоқпын. Енді не үшін? Жай сөйлестердің. Соңғы шалты қатыгездікке бардың ба жеңіс үшін? Сезім, мен жеңіс үшін ондай нәрсеге бармаймын. Енді Жай сені қызғандым. Макс, махаббаттарың оянса паркке барсаңдаршы. Біз тренер көрсек. Не айтып тұрсың сен? Не басын, Макс? Біз жөнді нәрсе айтып тұрық сосын. Ей, жөнді сүтті қарай. Макс, қойшы. Сен араспа. Макс, сен біз керек етпедің. Енді сен де бізге керек емессің. Ей, не айтып тұрсың сен? Жөнді сүтмей сендерге сырт қарайды. Макс, мен үшін қойшы. Одан да Мадинаға баршы, бір нәрсеге ұмытып қалар. Сен не үшін кетпедің? Кетсе сен де. Менде шаруам болмас, мен өзім білем. Не басын, Кана? Спортзал болған соң паразиттер болады ғой. Немене? Сөзіңді қайтып ал. Қалай алады оны? Баға, сен білесің бе? Әлде Гуглға көру керек пе? Не бол? Бәрі тұр ютубта. Баға, вот көш төпете бермей. Жігіттер, енді тәуелсіздік алдық. Жарыс біткеннен кейін Мадинаны ұмытып, залды босатайық. Ақыры бізде ешкім керек етпеді ғой. Біз де ешкім керек етпейміз. Қайда барамыз? Ойымдамаңдар, баратын жер табылады. Жүндір кеттік. Мама, өтініш қатысайыншы.
Жақсы ғой денсаулығым. Болмайды. Дәрігер не деді саған? Мама, өтініш. Әкесі, бір нәрсе деші маған? Балам, денсаулықпен ойнама. Денсаулық ойнайтын нәрсе емес. Ауруханадан шыққаның кеше ғана. Бізді уайымдата бермей, үйде отыр, жарай ма? Онда тым болмаса көруге барайыншы. Ойнап қоясың сен. Жоқ, уайымдамаңыз. Өте қатыспаймын. Ой, сен ойнап қоясың ғой ертең. Жоқ, уайымдамаңыз. Өте қатыспаймын. Мейлі, барып қайтсын. Ой, бұл ойнап қояды ертең. Ойнамайды, уәде беріп тұр ғой, жігіт қой. Барып келсін. Сен ойнап қоясың ертең. Ойнамайды, уәде беріп тұр ғой, жігіт қой, сөзіне тұрады. Барып келсін. Рахмет, әке. Қойшы, Мадина жылай бермей. Неге жылаватсың? Шашың сұқпады айтпесе. Ой, кетші, Макс. Неге жылаватсың енді айтшы? Сен түк түсінбегенде болмаш? Нені түсіне, нені? Макс, сонда мен саған деген сезімімді сезбейсің ба? Әлде көре тұра ерексесің ба? Мен қашанғы қыз бола тұра артынан жүгіруім керек? Ана сезімнен қай жерім кем менің сонда? Қойшы енді, Мадина, өтініш. Нені қояй, нені? Рахмет, Макс. Маған деген көңілің бар екен білгем. Осы кезге дейін қолдауларыңа да көп-көп рахмет. Мен сені сезімге көңілің бар шығар деп жүрсем, маған бар екен ғой. Құлмаш, Мадина, нені жатсың өзі? Түсінші, Мадина, біз бар болған достармыз. Мен үнемі осылай сен көңіліңе қарап жүре алмаймын. Егер мен өзің ұнатады ойласаң, қатқа қателесесің. Мен тек сезім жақсы көрем. Маған ренжімеші,